Қайырлы күн, қыздар. Бүгін біз корзинка тоқимыз. Мынау менде 20 сантиметрлік донышко, яғни акрил донышко. Ал енді мен номер 6 крючокпен бірге тоқимын. Сосын менде ақ жіп, жіпті енді көрсетпей қояйын, бірақ остатка жіппен тоқып жатырмын. Яғни корзинка болғандықтан. Біз ең алдымен осылай жібімізді кіргізбамыз. Кейбір крючоктар осындай донышканың осындай нелеріне сыймауы мүмкін, тесіктеріне. Сондықтан кішкентай 5, мүмкін 6 крючокты, номерлі крючокты алып тоқсаңыздар болады. Мінекей осылай шығарып аласыздар. Мына жіпті былай аласыздар. Міне. Мынау былай қалады. Енді келесі кезекте келесі қатарымызды тоқимыз. Яғни қазір осыдан 6 тоқимыз, 6-дан кейін тағы да қазір көрсетемін. Бұл бізде бірінші болып саналады. Мынау артық жібімізді, мынау қалған артық жібімізді былай қойып тоқып кетуіміз қажет. Яғни былай кіргіземіз. Мына жібіміз былай аламыз. Тоқимыз. Мына екеуінен бірге өткіземіз. Былай өткіземіз. Және былай өткіземіз. Кіргіземіз, шығарамыз. Және мына жіптерден былай өткіземіз. Ой, кішкене. Үшеу болды. Тағы да үшеу тоқимыз. Кіргіземіз. Ораймыз. Шығарамыз. Кіргіземіз. Ораймыз. Екеуінен шығарамыз. Все болды. Мына жіпті кішкене тартып отырыңыздар. Кіргіземіз. Шығарамыз. Яғни 6 болды санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Енді бұл жерде 6-шысына тағы да 1 тоқимыз. Яғни осы тұрған 6-шыға тағы 1 тоқимыз. Сонда 2 болады 6-да. Мінекей. Дәл солай осы рядтың соңына дейін тоқып шығамыз. Дәл сол тағы да біреуін көрсетейін. Мінекей. Біреу. Екеу. Үшеу. Ашуым кішкене бостау қалды. Үшеу. Төртеу. Бесіншісі. Алтыншысына 2 тоқимыз сонымен. Дәл солай қатардың соңына дейін өзіміз тоқып шығамыз. Ал мінекей қыздар, біз біттік. Соңына дейін біттік. Және де мынау басында бастаған жаңағы бірінші қатарымызға тағы да біреу қосымша тоқимыз, яғни 2 болады. Дәл жаңағыдай тоқып шығамыз. Яғни енді біз біріктіруіміз қажет. Мына тұрған жіп тұр ғой, мына тұрған. Осы жіпке артынан 2-ін өткіземіз, 2-ін де өткіземіз. Ұзын болып тұрған жіпті аламыз да. И мына тұрған тұр ғой, мынаның тұрған ортасынан өткіземіз. Мінекей. Мына жіпті былай қойып, мына тұрған жібімізден былай шығарамыз. Және де воздушный бір петель жасаймыз. Мінекей. Енді келесі кезекте мынау екінші тұрған жіптің тура ортасынан кіргізуіміз қажет.
мінекей тура ортасына кірді. Шығарамыз. Тоқимыз, екеуінен шығарамыз. Мынаның да тура ортасына кіргіземіз. Мынадан шығарамыз. Екеуінен шығарамыз. Мынаның ортасына кіргіземіз. Міне, ортасына кіріп тұр. Мынадан шығарамыз. Екеуінен біраталын шығарамыз. Мынаған кіргіземіз. Мынадан шығарамыз. Мынаның ортасына кіргіземіз. Осынан шығарамыз. Мінекей мына тұрған жаңағы 6-шы қатарға келдік қой. 6-шы қатарда екеу тоқымыз. Бұл жерде екеу тоқымаймыз. Дәл солай үстінен тоқып кете береміз. Яғни қосымша екеу тоқу қажеті жоқ. Мына кішкене шығу қиындау болып жатыр. Мінекей. Дәл осылай тоқып кете бересіздер соңына дейін. Ешқандай да екі қатар қосу деген жоқ біреуге. Осылай дұрыстап отыра бересіздер. Мінекей ортасына кірмей қалды. Көрдіңіздер ме? Ортасына кірмей қалды. Ортасына обязательно кіру қажет. Сол кезде тоқымаларыңыз әдемі шығады. Осылай тоқып. Дәл осылай соңына дейін тоқып шығамыз. Мінекей қыздар, мен екінші қатарды біттім. Енді екінші қатарда бір-біріне біріктіруіміз қажет. Мына тұрғаннан ұзын қылып алып, екеуінің ортасына өткізіп, мына жіпті бұлай аламыз. Мына жіптен кішкене тәтек қатты ұзын болып кетті. Енді мына тұрғаным тұр ғой, мына тұрғанның ортасына кіргізіп, мына жіпті алып, бұлай ортасынан шығарамыз. Және мына тұрған жіптен, жұмыс жібімізден, мына тұрғанда бұлай воздушный петель жасаймыз. Бұл біріктіру бағана бірінші біріктіруден өзгеше. Екінші қатарда тоқимыз. Тағы бір рет көрсетейін біріктіруде. Мінекей мына жібімізді өткіздік. Мына тұрған ортасына өткіземіз де, мына жіпті алып, мынадан өткіземіз. Және мына жұмыс жібімізден воздушный петель жасаймыз. Дәл осылай келесі қатарды тоқимыз. Ортасына кіргіземіз. Осылай тоқи береміз. Ешқандай да бір петельге екеу
тоқу деген болмайды бұда. Барлығына бір-біреуден тоқып шығамыз. Дәл осылай соңына дейін тоқи береміз. Осылай узорлар шыға береді. Дәл осылай соңына дейін тоқимыз. Мінекей қыздар, мен тоқып біттім дейінде мен қазір екінші бөліп тағы басқа түспен тоқимын. Яғни санаймыз. Мен бар жоғы 8 қатар тоқыдым, яғни. Мына жерден бастап санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 қатар. 8 қатар тоқып шықтым. Мына мен санасаңыздар 9. Бірінші тоқығанмен, ал бұлай сайын болсаңыздар 8. Енді мен мына жібімді қырқамын. Қырқамын. Кішкене қысқа қырқып қойдым мен өкінішке орай. Енді мен мынандай көк түстен тоқып жіберемін. Кішкене менде қысқалау болып қалды өкінішке орай. Осылай кіргіземін. Жаңағыдай біріктіру ғой. Асығыс қырқып қойдым өкінішке орай. Мінекей. Осылай істеймізде мына жіпті, мына тұрған жіпті былай кіргізіп шығарып аламыз. Енді осыдан воздушный бір петель аламыз. Осы жібімізден. Мінекей. Енді келесі кезекте мына екеу тұрған жаңа артық жіптерді осылай қойып, былай қойып тоқып жібереміз. Артық жіптерді кіргіземіз. Мінекей, мына артық жіптер осылай арасында көрінбей қалып кететін болады. Кішкене ортасына кіргіз керек былай. Сол кезде ішінен қарағанда да әдемі болып көрінетін болады. Жіптеріңізді оңғаратып отырыңыздар. Сол кезде тоқымаларыңыз әдемі шығады. Мінекей осылай тоқып осылай өзге тұстар арасына қосып, әдемі етіп өздеріңіз үйлестіріп тоқсаңыздар болады.
осылай қатардың соңына дейін өзіміз тоқып шығамыз. Мінекей қыздар, мынадай көктен 2 қатар тоқыдым. Мінекей осындай шықты. Ендігі кезекте жіп осынша ғана қалды. Өкінішке былай алып шығамыз да, жібімізді. Мінекей мынаның тұрған осында кіргіземіз. Міне, артық жібімізді осында кіргіземіз. Кішкене тартамыз. Сосын мынау тұрған жіптің осында былай өткіземіз. Сонда да жері тоқылған сияқты болып шығып кетеді. Былай істеп, тағына жағына бір өткіземіз. Сосын артық қалған жібін ішінен былай тоқып, ішіне былай тығып тастаймыз. Осылай ішіне тоқып, может былай өткізіп жібересіздер. Мына жағына. Артығын қиып тастауға да болады. Артығын қия салайық ішінен. Осылай шығады. Сосын ақ жіптен мүмкін былай жасасаңыз да болады. Былай өткізіп, ортасынан былай лента сияқты қылып істеуге де тоже болады. Әр адамның өзінің фантазиясына, идеясына қарай өздеріңіз істей аласыздар.